Баршаңызға сәлем достар. Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дина. Бүгінгі видео рецепте ерекше бір торттың түрін жасап көреміз. Арнамда алғаш рет болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруларды да ұмытпаңыздар. Рецепт өте оңай, халықта тортты муравейник деп атайды. Небәрі бір жұмыртқадан жасалады. Оған қантты қосып араластырып, сармайды ертіп құямыз. 1 шай қасық соданы уксуспен дәмін өшіреміз. Оған ұнды қосып араластырамыз, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды тоңазытқышқа салып алуға болады. Одан соң оны мен осылай мясорубкіден өткізіп алдым. Сіздер теркіден де немесе ұсақтап турап алсаңыздар болады. Бұл өте маңызды. 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Піскен коржымызды осылай ұнтақтап ыдысымызға салып аламыз. Тортқа крем әзірлейміз. Ол үшін бізге 200 грамм сармай үй температурасындағы және 300 грамм қайнатылған қойытылған сүтті қосып миксерлеп аламыз. Кремімізді осындай бір келкіге келтіріп аламыз. Келесі ұнтақтап қойған коржымызға осы кремді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ыдысқа осы массаны аударып, пішінін әзірлейміз. Яғни торттың пішінін жасауға болады. Қаласаңыздар, торттың кольцосына салып алуға да болады. Осылай тортымыздың пішіні де дайын болды. Макпен әсемдеп алуға болады. 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алсаңыз, тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Дина. Келесі видео рецептерде кездескенше сау болыңыз.